Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен билда өте жиі кездесетін жаңа амалдар деген тақырыпты қарастырамыз. Бұл жерде бір адам бір ереже ойлап табады. Мысалы, мынандай есепте қарайық. Бір үшбұрыш амалы бізге дейді, үшбұрыш амалы мынандай бір формуланы береді дейді. Яғни, екіншісінен біріншісін азайтасың да үшке бөлесің. Ол қайдан шықты десеңіз, оны біреу ойлап тапты. Яғни осы есепті шығарған адам ойлап тапты. Сондай бір әдісті қолданасың. Екіншісінен біріншісін азайтасың, үшке бөлесің дейді. Енді соған байланысты есеп берілген кезде біз тура сол А мен Б, мысалы 6 үшбұрыш X тұр ғой, осы жерде бүйтеміз. А-ның орнында бізде 6 тұр, ал Б-ның орнында X тұр деген сөз ғой. Сонда біз осы есеп шығарған кезде біз Б-ның орнына X қоямыз. Өйткені екінші тұр ғой. X азайту 6 дейміз, және бөлу 3 дейміз. Ал екіншісінде қандай болады? 3x жақшада 3 бұрыш 2 болса, бұл жерде қараңыз. Бізде b-ның орнында 2 тұр, 2 азайту 3x бөлу 3 дейміз. Олар мынандай сұрақ туындайды, жақша не үшін тұр деп. Бұл кезде, егер бұлай тұратын болса, 3x 3 бұрыш 2 болатын болса, біз 3 бөлек қарастыруымыз мүмкін да. Өйткені x пен 3 бұрыштың арасында не тұр деп ше? 2-ның арасында 3 бұрыш амал тұр деп. Сондықтан ол екеуін бірге алу мақсатында бізге оны жақшаға алып қойған. Не істеймін? Екеуі бір-біріне қандай дейді? Тең дейді не? Есептің шарты бойынша. Сонда x азайту 6 тең бөлінген 3 тең, 2 азайту 3x бөлінген 3. Осы екеуі бір-бірімен тең екен. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай бұнаны қысқартып жіберуге болады. Бірдей сандарды, яғни 3-ке көбейту деген сөз ғой. Сонда x азайту 6 тең 2 азайту 3x болады. X қосу 3x болады, 2 қосу 6 болады. Сонда мына жер 4x тең 8, x табатын болсақ, 8 4-ке бөлеміз 2 шығады. Сонда жауабы неше екен? 2 екен. Биллдің ништан басты ерекшелігі ол жерде логикалық есептер өте көп кездеседі. Біз бұрынғы тесттердің анализ жасай отырып байқағанымыз 70-80% логикалық есептер екен. Енді сол есептер бойынша біз 20-дан аса тақырып құрастырдық. Сол тақырыптар бойынша арнайы видео курс дайындадық. Сабақтардың ұзақтығы 10-12 минут және соған байланысты тест тапсырмалары беріледі. Оны алу үшін төмендегі номерге жаза кетіңіз. Біз сіздерге жеңілдікпен ұсынамыз. Келесі есеп. Бұл жерде де тура сондай, үш бұрыш. Бірақ бұл жерде айтады, біріншісін қосасын, біріншісін екіншісіне қосасын, және осы екеуінің көбейтіндісін тағы қосасын дейді. Яғни бізге мынандай бір не берген, бір санын жасырып қойған. Біз бүйтеміз. 3 бұрыш x, біріншісіне екіншісін қостым, сосын екеуінің көбейтіндісі бар ғой, 3x деген. Соны мынаған тағы қос дейді. Сол кезде неше шығады дейді? 23 шығады дейді. Енді ары қарай мына теңдеуді не істеп алу керек? Шығарып алу керек. 1x-қа 3x қоссақ 4x болады. 23-тен 3-ті азайтамыз. 4x тең 20 болады. Және x тең 5 шығады.